Баршаңызға қайырлы күн достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқа малинада варенье жасаймыз. Бұл вареньенің ерекшелігі ешқандай да қайнатуды, банкіні қажет етпейтін, баклажкада сақталатын өте пайдалы дәмді вареньелердің бірі. Бірінші кезекте малиналарымызды жақсылап тазалап, және де шетінен осындай кепсерге немесе сүзгіге сала отыра, шетінен осылай судың астында суды ағызып қойып, осылай жуып алатын боламыз. Видеода көрсетілгендей астынан су ағатын арнайы табақтар арқылы да жуып алуға болады. Енді осыларды сырлы шұңғыл астауға саламыз. Барлығын осылай жуып алдым. Енді үстінен малина менде 3 килограмм, енді осының үстінен 3 килограмм құмшекер саламыз, яғни бірге бір жүру қажет. Енді жақсылап осылай араластырып аламыз. Қантымыз бен малинамыз біркелкі араласуы қажет. Біркелкі араластырғаннан кейін қолымызға арнайы осындай қолғап киіп, немесе жоқ болса салафан киюге де болады. Қолымызбен осылай жақсылап езіп шығамыз. Вареньенің үстінде түйіршіктелген малина қалмауы тиіс, себебі біз бұны морозилкада сақтайтын боламыз. Морозилкадан шығарып дастарханға салған кезде біздің малинамыз, яғни вареньеміз қыжып кетпеуі үшін түйіршіктерін қалдырмай барынша біркелкі етіп осылай қолдарыңызбен езіп аласыздар. Және де бөлме температурасында қанты ерігенше тағы да бір рет осылай араластырып 5-6 сағатқа қалдырасыздар. Осы уақыт аралығында араластырып және түйіршіктер болса езіп тұруды ұмытпаңыздар. Міне менде барлығы біркелкі езіліп, қанты толық еріді, және де бөлме температурасында менде 6-7 сағат тұрды. Енді осыны арнайы бір реттік дейді ғой, яғни одноразовый ыдыстарға немесе жуып тазаланған осындай пластмасс баклажкаларға құйып морозилкада сақтайтын боламыз. Морозилкадан алып кез келген уақытта алып қолдана берсеңіздер болады. Морозилкадан шығарғаннан кейін 10-20 минуттың ішінде тез еріп шығады, себебі құрамында қант болғандықтан. Морозилка болмаса, онда холодильникке сақтайсыздар, ал бөлме температурасында сақтауға болмайды. Бұның бір ерекшелігі барлық витаминдері өзінде қалады, қайнатылмайды, және де иісі де мүңкіп өте керемет. Қыста жаңа тұмауға, шайға қосып жегенге өте керемет, таптырмас вареньелердің бірі. Міне осылай барлығын баклажкаларға құйып шықтым. Менде 3 килограмм малина мен құмшекерден 4 литрдан аса варенье шықты. Өзіміз осылай жылда осылай жасаймыз. Өте керемет, тексерілген рецепттердің бірі. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Ұнаса каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Сіздермен болған Ақбота.